Жат терапия бұл сенің ішкі күйіңді түбегейлі өзгертетін жүйе. Жат терапия 2 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі тазарту. Бұл ең маңызды, ең терең, бірақ ең қажетті кезең. Неге? Өйткені сенің ішіңде жай ғана реніш немесе мазасыздық емес. Сенің ішіңде жылдар бойы жиналған, айтылмаған сөздер бар, сезімдер бар, жұтылып қалған көз жастарың бар, іште қалған айқай дау бар, түсінбей қалған сәттерің бар, қабылданбай қалған өзің барсың. Сырттан қарағанда бәрі жақсы сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ іштей шаршағансың. Кейде себепсіз ашуланасың, кейде өзіңе өзің ұнамай қаласың, өзіңді өзің кінәлайсың, кейде бәрін тастап кеткің келеді, бірақ кете алмайсың. Қанша тырыссаң да, қанша мотивация көрсең де, қанша жаңа өмір бастаймын деп әрекет етсең де, бір нәрсе сені қайтадан сол күйге тартып әкеліп отырады. Бұл сенің ішіңде жиналып қалған ауыр энергия. Сондықтан бірінші қадам түсіну емес, бірінші қадам тазарту. Жат терапияның бірінші бөлігінде сен ештеңе анализ жасамайсың. Өзіңді қазбаламайсың. Өткенді қайта ойламайсың. Сен тек орындайсың. Бұл жерде бар болғаны 3 ақ поза. Қарапайым, бірақ өте терең әсер етеді. Сен сол позаларда тұрып арнайы сөздерді қайталайсың. Және дәл сол кезде дене арқылы ішіңде жиналған ауырлық сыртқа шыға бастайды. Жылағың келуі мүмкін, ашу шығуы мүмкін, денең дірілдеуі мүмкін. Бұл дұрыс, себебі сен алғаш рет оны тұншықтырмайсың. Сен оны тыңдайсың, сен оны шығарасың. Дәл осы процесс тазарту. Егер осы этапты аттап жасамай кететін болсаң, ешқандай өзгеріс тұрақты болмайды адамның өмірінде. Себебі ескі ішкі бағдарлама орнында қалып қала береді. Сондықтан бірінші бөлік сенің ішкі ескі қабаттарыңды толық алып тастау. Ал екінші бөлік перепрошивка, яғни мидың настройкасын ауыстыру. Жаңа өмірді іштен құру. Қандай жаңа өмір? Бұл жай ғана өзіне сенімділік емес. Бұл ішіңде тыныштық пайда болған күй. Басыңда артық ой тоқпаған күй. Өзіңді дәлелдегің келмейтін күй. Біреудің пікіріне тәуелді болмайтын күй. Сен бұрынғыдай уайымға кіріп кетпейтін боласың. Бұрын біреу бір сөз айтатын болса, ішің күйіп кететін еді ғой. Бұдан кейін жай ғана өткізіп жібересің. Бұрын шешім қабылдаудан қорқатынсың, ал қазір нақты, сенімді қадам жасайсың. Бұрын өзіңді ұстап, тежеп тұратынсың, қазір өзіңе рұқсат бересің. Ақшадан сенім пайда болады. Қарым-қатынаста жеңілдік пайда болады. Интим өмірде төсек қатынасында ашықтық, еркіндік және басқа сезімдер, басқа ощущениялар болады. Сексуальный либидо көтеріледі. Фигураң өзгере бастайды. Жеңілдейсің, арықтайсың. Ал ең маңызды өзгеріс, сен енді жауапты сырттан іздемейсің. Біреу келіп сені құтқарады деп күтпейсің. Біреудің ақылына, кеңесіне тәуелді болмайсың, мәжбүр болмайсың. Біреудің мақұлдауын күтпейсің. Сенде ішкі тірек пайда болады. Сен өзің шешім қабылдай алатын боласың. Сен өз өміріңді өзің басқара алатын боласың. Сен өз күйіңді өзің реттейтін боласың. Және дәл осы кезде сен ешкімге мұқтаж болмайсың. Жат терапия бұл тәуелділіктен еркіндікке шығу. Доступ постоянный. Кез келген кезде қарап орындай бересіз. Ал енді сіз жат терапияны аламын деп шешім қабылдасаңыз, WhatsApp-қа жазыңыз.